Кейбір адамдар дұрыс түсінбей жатады да, өрт түскен кезде неге өрт сөндірмей жатады дейді. Әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Су өшірсе, пәле жаланын өшіретін, басатын ол тек садақа деп. Бірінші очередьте өзіңізде емес, жаңа адамды құтқаруды ойлайсыз. Жағдайын 360 градусқа айландырып жіберді ғой. Иә, ол сурет енді былай айтқан кезде хит болды ғой. Сіздер кішкене кескісеңіздер, біз секіре салушы едік дейді ана жерде. Мә саған не өшірмекшісің бе мен сені деген сияқты сондай. Случайлар болады, ол Инстаграм үшін жасайды дейді да. Өлең айтасыз. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Асыл қасиеттерді бойына сіңірген адамды бір ауыз сөз саналы азамат, адал азамат деп сипаттауға болады. Осы терең мағыналы сөздерді басшылыққа ала отыра, жобамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен мен Жадыра Серікбекқызы. Бүгін бізде қонақта ел тыныштығы үшін күн сайын өмірін қатерге тігіп жүрген нағыз ер азаматтардың бірі, ел жанашыры, сондай-ақ жылдың жас маманы, қайсар жыл батыры сияқты марапаттардың иесі, өрт сөндіруші өсінің нағыз маманы Нұртазаев Елдос Нұрдәулетұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы, сіздерде қалай? Жақсы, тамаша, өте. Жалпы мынау өрт сөндіру саласына қалай келдіңіз, енді әңгімемізді осыдан бастасақ, енді бұл мамандықты таңдауға не түрткі болды? Жалпы өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Иә, жақсы сұрақ. Өрт сөндірушіге қалай келдіңіз? Өрт сөндірушіге ең бастан жаңағы кішкентай бала кезімнен арман болатын, бір еліме, жеріме деген пайда тисе деген сондай ниет болатын. Және де осы көбінесе телевизорда көретінді, андай киноларды, жаңағы өрт сөндірушілердің адам өмірін құтқарып жатқанын соны көріп, сондай болсам екен деп бала кезінде арманым болатын осындай жұмысқа. Өсе келе бітіргеннен кейін семейде жаңағы жұмысқа алып жатыр деп естимін. Соңғы өрт сөндірушіге кіріп, міне жұмыс істеп жатқан сәтім бар, бірақ еш өкінбеймін. Жұмысқа кіргелі адамның қарғысын емес, алғысын алып жатыр. Ең басты мақсатым сол үшін осы өрт сөндіруші жұмысын таңдаған болатын. Өте тамаша. Жалпы мынау өзіңіз айтқандай, өрт сөндіруші болу, жалпы адам өмірін құтқару деп жатсыз, өте жаңағы жауапкершілігі мол салалардың бірі. Жалпы осы қызмет барысында өзіңізге жаңағы басыңыздан өткен ең қиын бір оқиғаңызбен бөліссеңіз. Оқиға енді өрт сөндіруші болғаннан кейін әрине болады. Бұл өрт сөндіруші, әр өрт сөндірушінің басынан әртүрлі оқиға болады деп ойлаймын. Өйткені және де әр шақыртушы шақыртылған жерге шақырту түседі ғой, сол шақыртылу өрт сөндірушіге қиын деп білемін. Неге? Өйткені ол жерде шақырту түскен кезде біз қалай болып жатқанын білмейміз, не болып жатқанын білмейміз. Ең басты жаңағы ол жерге барған кезде ең басты мақсатымыз біздің адам өмірін құтқарып қалу. Сол үшін ойлаймын, әр өрт сөндірушінің қиындары осы шақырту әр өрт сөндірушінің қиыншылығы деп білемін. Бір шақыртуға барған кезде жаңағыдай көріп жатамыз, үй жанып жатқан кезде үй иелері жылап, қол аяғы дірілдеп айтып отырады. Кейбіреулер болады, жақыннан айырылып жатады. Осыдан бір 2 жыл бұрын физкультурнан жанған үй болатын. Сол кезде 2 бала кухняның козерогы бар ғой далада, козерогқа соған тұрып алған іш киіммен, қара түтін деген терезеден қара түтін шығып тұр. Сол жерден екеуі секіріп кетпекші, ыстық. Біз айтамыз, секірмеңдер. Біз автолестницаны құрып, 2 баланы құтқарып қалдық. Біз подъездің алдынан кірген кезде көз қырымен көр қалдым, бізден уақыт жоқ қой тұруға. Көз қырымен көр қалдым, бір әйел адамның аяғын қанған. Носки ештеңке жоқ, босиком басқан, жалаң аяқ басқан, іздер жатыр да қанын. Біз жаңағы өрт сөндіруге кіріп кетеміз сол этажға. Өрт сөндіріп боламыз, жаңағы 2 баланы құтқарып аламыз. Аяқ жағында естиміз, сол жаңағы 2 баланың анасы жаңағы әйел адам екен. Әйел адам 2 баласын іздеп, ішінде жүріп, қанша бір өтірік айтпасам, 60-70% күйік алып қалған. 14 күннен кейін ба больницада жатып көз жұмды ол кісі. Ол бала Инстаграмнан жазып тұрады, Елдос аға сіздерге рахмет, осылай бір сіздер кішкене кескісеңіздер, біз секіре салушы едік дейді ана жерден. Ойлаңыз, енді 7-ші этаждан жерге секіре салу деген. Секіре салушы едік, сіздерге көп рахмет, бірақ өкінішке орай анамыздан айырылып қалдық дейді. Сондай оқиғаларды көрген кезде бір ой түйетініміз, Аллаға шүкір дейміз де, бәрі өтпелі. Аллаға шүкір дейміз, осылай өмір сүріп жүргенімізге, күнделікті таңертең оянып, отбасымды көріп,
әке шешендігі аман болып жүргені ең басты мақсат, арманымыз сол деп білемін. Айтып жатырсыз ғой, әр шақырту деп, сол әр шақыртуға барған кезде жалпы ең бірінші мақсаттарыңыз қандай болады негізі? Және біз айтып тұрғандай, өрт сөндіруші және құтқарушы. Біз ол жерге шақырту түскен кезде, шақыртылған жерге жеткен кезде ең басты бізде адам өмірі. Адам өмірін ажалдан аман есен алып қалу. Ең басты мақсатымыз сол. Кейбір адамдар дұрыс түсінбей жатады да, өрт түскен кезде неге өрт сөндірмей жатады дейді. Біз ең бастында, ең бірінші жаңағы адам өмірін құтқарып қалуға тырысамыз. Ең басты мақсат, ең басты үлкен қағидамыз адам өмірін құтқарып қалу. Ең басты мақсатымыз сол біздің. Өрт сөндірудің. Және айтқандай, өртке барған кезде решающий направление дейді. Шешуші бағыт. Оның өзі 5 принципі бар. Әр принцип әр нәрсеге жауап береді. Және мен бірінші принципім ол жаңағы адам өміріне қауіп төнген кезде сен ол су берілмей адам өмірін құтқара алмайсың. Сол сияқты және решающий направление бірінші сол жақтан береміз. Адам өміріне қауіп төніп тұрса, бірінші принцип сол. Сол әртүрлі принциптер ара кете береді. Сол кездерде сіздерден бір ауыр күй шалған немесе өрттің ішінде қалып бара жатқан деген сияқты болған жоқ па? Өрт сөндірушілерден ба? Иә. Осыдан бір 2 жыл бұрын ба, қыстың кезінде, жаңа жылдың бойында. Енді анау подвал жанды, подвал білесіздер, өрт деген подвалдан шыға алмайтын, есіктері бәрі жауып. Қорқыныш сезім болды, ана жерде еще бассейндер болды, сөйтіп рукав болған, жен. Рукав сонымен қозғаласың. Былай көрінбейді ғой, даже былай көрінбейді, түк көрінбейді. Бірақ сен кіру керексің ішіне. Неге? Өйткені ішінде адам бар дейді, өшіру керексің. Қорқасың. Іште қорқыныш сезім болады адам болғаннан кейін. Бірақ көрсетпей, білдіртпей, бісмілләһ айтып ішке кіресің ғой. Бірінші очередьте өзіңізді емес, жаңағы адамды құтқаруды ойлайсыз. Иә, ең бірінші адам болмаса екен деп тілеп тұрсың ішінен. Адам болмаса екен, адам шығыны шықпаса екен деген сияқты сондай баста мида сондай сигнал болып тұрады да. Өз өміріңді шын айтқан кезде ұмытып кетесің. Мен шын айтайын, сен қазір құлап қаламын ау ана жерде, аяғым тайып кетеді-ау, или бүйтіп бір жерде секіріп бара жатқанда бір нәрсе болып қалады-ау деген ойламайсың. Уже аяғым бәрі, қолым аяғым автоматтан кетеді ғой. Жүгіріп, секіріп, міну деген. Жалпы сіздің әлеуметтік желіңізді, жалпы өзіңізді бақылай келе байқағанымыз, әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Енді мынау белсенділік сонау алапат өрт кездерінен байқалады. Жалпы халық бұны қалай қабылдады және өзіңіздің жұмыс орныңыз қалай қабылдады дегендей? Дұрыс айтасыз. Бірінші жұмысқа кірген кезде, осыдан 10 жыл бұрын жұмысқа кірген кезде сондай ой келді өзімде, неге өрт сөндіруші жұмысын қарапайым халыққа неге шынайы көзбен неге көрсетпеске деген. Содан бастап, бірақ ол кезде сотка ұстауға болмайтын, түсіруге болмайтын ондай сенсорный телефон. Қазір бертін келе ғой, міне қазір бәрі жастарымыз бәрі қазір TikTokта, әлеуметтік желіде отырады. Неге сондай басқа пайдасыз видеолар көргенше неге осындай патриоттық сезімді, елге жеріне деген сүйіспеншілік, махаббатын оятатын видеолар неге түсірмеске, көрсетпеске деген сондай ой келді де, халық, қарапайым халық жақсы қабылдап отыр. Және де артымызда өсіп кеткен бауырларымыз осы жұмысқа деген қызығушылықтар артып жатыр. Жұмысқа қалай кірсек болады деген сұрақтар. Сіз Елдос аға, сіз сияқты болғымыз келеді. Құтқарып жатсақ, және адамдардың, қарапайым халықтың ризашылығын айтып отырады, алғысын айтып отырады. Ол сол біздің жұмысымызды алға жетелейтін мақсаттардың бірі ғой. Өте тамаша. Жалпы қазіргі таңда енді біздің байқауымыз бойынша, міне біздің облысымызда да үлкен өрт сөндіру деполары ашылып жатыр, иә. Кешегі ғана міне аудандарымызда ашылып жатыр, жалпы жағдай жасалып жатқан сияқты. Енді жалпы сіздің ойыңызша мына төтенше жағдай министрлігі тарапынан жағдай жасалып жатыр ма? Қаншалықты қолдау тауып жатыр енді? Бұл өте қызығы да, қиыншылығы да мол сала ғой. Дұрыс айтасыздар. Қазір төтенше жағдайы өте жақсы деп айта аламын, әр сөндірушінің артынан. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мен жақында ғана өрт сөндірушілер пәтерақыға ілінді. Ең біріншіден жаңағыдай осы министрлігіміз Шыңғыс Сайранұлына көп рахмет, басшылығымызға. Шын айтсам, өрт сөндірушінің жағдайын 360 градусқа айландырып жіберді ғой. Техникаларымыз жаңарды. Және де Қазақстан түпкір жерлерінен, әр аймақтардан өрт сөндіру бекеттері, өрт сөндіру бөлімдері ашылып жатыр. Енді сондай нәрселер істеп, басшылық құрамынан сондай нәрселер істеп жатқанда, неге бізден айтқан кезде кері байланыс неге болмасқа? Жағдайымыз жақсы, шүкір. Көп рахмет. Тек өрт сөндірушілердің атынан сондай рахмет айтамыз ғой.
жаңа киім барлық жағдай сіздерді өздеріңіздің жұмыстан беріледі ма жалпы? Иә. Мезгілге сай? Иә, киім беріледі. Өртке киетін киіміміз болады, күнделікті киетін киіміміз болады, жаңағы мероприятияларға, іс-шараларға киетін киімдеріміз болады. Оның бәрі жұмыс тарапынан беріледі. Жалпы өзіңіздің мамандығыңызды жастарға ұсына аласыз, иә? Иә, жастарға ұсына алам. Еш өкінбейсіздер. Жұмыс жақсы. Ең біріншіден адамға деген қарғыс емес, алғыс алатын жұмыс қой. Елге, жеріне пайдан тиетін жұмыстың бірі. Өте тамаша. Енді әлеуметтік желіден қарай келе, жалпы сіз көбіне қайырымдылықпен айналысып жатқаныңызды көріп қалдық. Бұлдай сезім қайдан пайда болды енді? Көмекке мұқтаж адамдармен бетпе-бет келгенде жалпы қандай сезімде боласыз? Қандай мақсаттармен ұйымдастырасыз? Негізі көпшілік айта бермейді, дегенмен бірақ біз байқап қалдық. Сосын сіздің ойыңызды біле отырайық. Енді адам болғаннан кейін қайырымдылық жасаған дұрыс қой. Айтады ғой, отты су өшірсе, пәле жаланын өшіретін, басатын ол тек садақа деп. Сол үшін садақа беруге тырысам. Және де өрт болады, және үй жанады, барасың сол жерге өрт сөндіресің. Ана үй иесін көрген кезде, жылаған кезде, қыстың кезінде баспанасы қалып жатады. Сондай оқиға болғаннан кейін неге көмектеспеске? Бір жағынан көмектескің келеді. Көмектесесің де сол кісілерге, материал жағдай болсын, ақшалай жағдай болсын. Және де өзім әдетке айналдырдым. Күн сайын қайырымдылыққа, қарекет қорына, және асар өме, және человек массиге деген білесіздер ғой. Соған күн сайын 100 теңгеден жіберіп отырамын өзім. Әдетке таңертең тұрам, 100 теңгеден жіберемін. Каспиімде тұр, кремді, соған 100 теңгеден жіберіп отырамын. Өте тамаша енді. Бірақ ана қайырымдылықтан енді жасаймын ғой, мынандай случайлар болады, ол Инстаграм үшін жасайды дейді. Істеп жатқан ісімді адам емес, мен де емес, ол ниетім қабыл болып отыр ма, қабыл болып жатқан жоқ па, оны тек бір Аллаға мәлім. Мен мүмкін шын істемей жатқан шығармын, шын ниетім істеп жатқан шығармын. Оны тек адамдар емес, оны тек Алла ғана біледі, қандай ниетпен жасау. Қайырымдылық деген мүлде бөлек. Жалпы мен өзім қараймын, шүкір дейміз, Алла разылығы үшін ғой барлығы. Енді сіз бұл сала күні түні жұмыста болып қалуымыз мүмкін. Отбасыңыз жалпы қалай қабылдайды? Отбасым енді алаңдайды ғой. Әйелім алаңдайды, әке-шешем алаңдайды, айтады, бізде өртке кірмейтін басқа да лауазымдар бар да, сол лауазымға ауыссашы дегенде айтады. Өртке болды ғой уже деген сияқты. Кіре бересің бе өртке, бара бересің ба, басқа лауазымға ауыссашы деген сияқты. Білмеймін, енді өзім білемін, что жүрегім соны қалайды да, елге көмектескім келеді. Осылай жаңағындай өзіме ұнайды. Шыққан кезде шақыртуға барып, біреуге пайдан тиіп жатқан кезде жақсы сезім боласың да. Біреуге пайдан тиіп жатса, уақыт келе лауазымды ауыстыратын шығармыз бұйыртса. Жақсы, іске сәт. Енді жаңында айтып жатырмыз ғой, жалпы өзіңіз сияқты елге қызмет етуді армандайтын жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді өсіп келе жатқан бауырларымызға ең біріншіден еліне жер деген сүйіспеншілік болсын, патриоттық сезімдер болсын. Бұл жұмыс батылдықты, жауапкершілікті талап етеді. Өйткені саған көмек сұрап тұрған адамдар болған кезде сен оларға көмек бере алуың керек те. Өзіңді іштей соны дайындау керек. Ең басты сол жауапкершілікті, батылдықты болса, жұмысқа келіңіздер. Ең бастысы сол. Ал енді бүгінгі жобамыз, яғни адал азамат қой. Жалпы сіз адал азамат ұғымын қалай түсінесіз? Адал азаматты түсінетін бойынша бұл өз ісіне берілген, өз бойына берілген ісіне, жұмысына адал, шын ниетімен, шын көңілімен жасаса, әр адам адал деп білемін осы. Сол адамды адал азамат деп білемін. Жаңа әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз. Жалпы 2023 жылдар осы сіздердің салаларыңызға өте көбірек көңіл бөлініп, әрбір әлеуметтік желіде сіздің жаңа фотосуреттеріңіз тарады. Осы бойынша халық сіздің әлеуметтік желіңізге жазылды. Осы жайында қандай қызық деректермен бөлісе аласыздар? Қандай жағдайда қабылдадыңыз бұл көріністі? Иә, ол сурет енді былай айтқан кезде хит болды ғой. Ол сурет 2023 жылы Абай облысында орман өртін өздерің білесіздер, үлкен апат болатын. Сол өртте енді оқиғасы былай болды да, біз өрт сөндіру көлігімен өрт сөндіріп отырамыз, жаңағындай от бізге қарай келеді.
ұшады бізге қарай. И біз сол уақытта жаңағындай рукавтарды, жеңдерді жинап, сол жерден қашуға әрекет жасаймыз. Қашып шығып, сол жерде өз-өзіміз шыққанымызға өз-өзімізге риза болдық та, шүкір дедік те. И сол жерде енді мұсылман болғаннан кейін іштей дұға тілейсің де. И сол жаңағы өрт сөндіру көлігінің үстінде тұрып дұға тілегенім бар. Я Аллам, осылай осы апаттан аман есен сөндіріп нәсіп ет деген сияқты сондай тіледім де. Сол видеоны кім түсіріп алған, жанындағы өрт сөндіруші. И соны аламда сторисқа қоя салам Инстаграмға. И кешке қарасам уже бәрі сол фотоны қойып жатыр да. И жаңағы оқырмандар жиналып жатыр. Бізге енді сіздердің жұмыстарыңыз сол кезде бір жанталасқан өмірді көрсету керек болды да, бірақ біз көрсеттік, расымен төбеден әкеп дронмен түсірдік, дронмен жақсы көрінеді екен, бірақ өрт кәдімгі өзіңе жүгіреді екен да. Иә, ол өрт суды жүресің ғой, бүйтіп өрт саған қарай кәдімгі қарсыласады ғой, бүйтіп кәдімгі сезесің ана өртті, сен суына берілмейді ғой, бүйтіп мә саған не өшірмекшісің бе мен сені деген сияқты сондай итеріледі ғой саған қарай. Мамандықпен қатар өзіңіздің хоббиіңіз болып жүреді, сол спорт саласына көңіл бөлдім. Бокспен я мектеп кезінде айналыстым, мектеп кезінде. Қазір футбол ойнаймын. Өлең айтасыз. Өлең енді әлеуметтік жерге көрсеңіздер билеймін. Билейсіз. Иә, қызымды алып таңертең білесіздер, кішкентай бала ерте тұрып алады. Мамасын оятпайын деп алып залда билейтінім бар. Өте тамаша. Ол әлеуметтік желіде бар, көптен таралған видео. Жанын қамқор әке, қамқор жар, өте тамаша. Ол жағынан да кішкене адамдар сондай көзқараспен қарайды, жақсы әке деген көзқараспен, кейбіреулер жақсы өрт сөндіруші деп қарайды. Сөйтіп әртүрлі көзқараспен қарайды. Әртүрлі пікірде, бірақ жақсы пікірде, өте тамаша. Жалпы Елдос мырза, біз бүгінгі студияда сізді шақырып қонақ ретінде, жалпы адал азамат ретінде көріп отырмын, өте қуаныштымын. Мына сіздер сияқты азаматтар біздің елімізде көбейе берсін демекпін. Құрметті көрермен, бүгін Адал азамат подкастында ел тыныштығы үшін аянбай еңбек етіп жүрген нағыз ер азамат, өрт сөндіруші Елдос Нұрдәулетұлымен әсерлі әңгіме өрбіттік. Жалпы ерлік бір сәттік емес, күнделікті атқарылатын жауапты еңбек екеніне тағы мәрте сезіндік. Егер подкастымыз сізге ой салса, міндетті түрде бөлісіп, пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Шақырғандарыңызға рахмет көп-көп. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде жүздескенше.